Сәлеметсіздер ме оқушылар? География пәнінен кезекті сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қазақтың халықтық географиялық терминдері. Бүгінгі сабақта біз қазақ халқының халықтық географиялық терминдерінің мағынасын түсінеміз. Және де сабағымызды суреттерге назар аударудан бастасақ, суреттегі қарапайым суреттерді қарай отырып, елдердің, жердің атауын есімізге түсіруге болады екен. Мысалы, бірінші суретте тұрған кішкентай ғана қозы, яғни марқа қозылар. Осы қозыларға байланысты қандай географиялық атауды білесіздер сіздер? Мысалы, бастапқы сөзі марқа деп алатын болсақ, марқа көл деген көл бар бізде Шығыс Қазақстанда. Енді осы көлдің атауы қайдан шықты деген ойға сұраққа жауап беретін болсақ, марқа көл ертедегі аңыз әңгімелерге сүйенетін болсақ, онда марқа көл қойшы қой бағып жүріп, тауда орналасқан ғой бұл марқа көл. Сол таудың етегінде қой бағып жүрген кезінде байланып тұрған ат қазығын жерден суырып алады. Сол кезде жаңа қазықтан су атқылай бастайды. Судың мол атқылағаны сондай. Марқа жаңа кішкентай қозы марқалар барлықтары да судың астына қалады. Сондықтан осы көлді марқа көл деп атаған. Келесі суретке назар аударсақ, онда біз тұзды көріп тұрық. Қазақстанның қандай қаласы осы тұзға байланысты соңындағы буыны тұз деген атауға ие? Есімізге түсіріп көрейікші. Естеріңізге түспесе, өзім айтайын, Екібастұз деген Павлодар облысында қала бар, е? Енді осы қаланың атауы қайдан шықты деген сұраққа жауап беретін болсақ, оның да тағы да біз аңыз әңгімелерге сүйенеміз. Ертеде жолаушы жолға шығып, ұзақ жол жүргеннен кейін қараңғы түседі. Қараңғы түсіп, баратын жеріне жете алмасын білген жолаушы жолда түнеуге мәжбүр болады. Әртүрлі ит құстан сақтанып, бір жағынан жылыну үшін ағаштарды жинақтап от жағады. От жағып, бойы жылынғаннан соң ұйқыға кетеді. Ұйқыдан оянып, таңертеңгі от жаққан жерді қараса, ағаштар жанып кеткен, бірақ та жерде кәдімгідей жанып атқан тастарды көреді. Өте қатты таңғалып, мына қандай жер, жанатын тастар бар екен деп қуанып, бұл жерді қазір белгі қоймасам, ұмытып кетемін ғой деп, содан дорбаны ашып қараса, өзінде 2 түйір тұз бар екен. Сол тұзды қойып кетіп, еліне барып, адамдарды алып қайтып келіп, сол жердегі белгіге қарай Екібастұз деп атаған екен. Жаңағы жанатын тастар қазіргі кездегі Қазақстанның Қарағандыдан кейінгі екінші көмір ошағы Екібастұз қаласы, қазіргі Екібастұз қаласы болды мінекей. Сондай Екібастұзды қойып кеткен белгіге орай қаланың атауы Екібастұз деп аталған екен. Енді суретіміздің астында 2 таудың суреті. Енді бұлардың атаулары, біреуі Маңғыстау таулары Ақтау, екіншісі Қаратау. Қаратау бізде Қазақстан жерінде 2 Қаратау бар екен, білесіздер, біреуі Маңғыстауда, біреуі Тянь-Шаньның батыс жотасы Қаратау таулары. Міне бұларды сырт пішіндеріне қарай Қаратау, Ақтау деп атаған екен. Сонымен қатар Сарысу өзені, өзен суының сары түсіне байланысты айтылған. Мінекей осындай әртүрлі атаулардың өздерінің белгілі бір шығу тарихтары болады. Енді мысалы әлемдегі осындай топонимдерге келетін болсақ,
ең қысқа топонимдер бар. Мысалы, бір ғана әріптен тұратын. Американың мысалы Орегон штатында Д деген өзен бар, Францияда И деген өзен бар. Мысалы, ал Данияда мысалы Йо деген жоқ, яғни ш әрпі бізде қазақша өздерінше өз тілдерінде Йо деп оқылады, шоқысы бар. Ал енді ең ұзақ топонимдерге келетін болсақ, онда Таиландтың Бангкок қаласында әлемдегі ең ұзын топоним болып есептелінетін 20 сөзден және 112 әріптен тұратын атау бар. Атаудың аудармасы қаланың ұлылығын, сұлулығын және байлығын, тәкаппарлығын, таңдай қағаз сипаттауды білдіреді. Мінекей осындай. Ал енді ежелгі орта ғасырлық ғалымдардан топонимдерді алғаш рет ғылыми тұрғыдан зерттеген атақты түркі тіл зерттеушісі әрі географ Махмұд Қашқари, оның 1072-1078 жылдар жазылған аттар атты еңбегінде 88 географиялық атауларға түсініктеме берілген. Олардың ішінде Тарас, Сайрам, Ыстықкөл, Самарқан, тағы басқалар бар. Көптеген географиялық атауларды кімдер бергені жұмбақ күйінде қалады. Ал сонымен қатар авторлары жақсы белгілі топонимдер де аз емес. Мысалы, Іле өзенінің ар жағындағы үлкен тау жотасына Іле атауы деп ат берген Семенов Чаншанский. Ал отанымыздың астанасы болған, мысалы, осы Астана деген атау болып тұрған кезінде ол атаудың топонимін берген. Әрине біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев болатын. Енді қазір мысалы Қазақстан деген атаудың өзін болашақта қазақ елі деп алмастырып жатыр. Мысалы, енді жалпы халықтық терминология саласының ірі зерттеушісі қазақстандық географ Ғани Қоңқашбаев болып есептелінеді. Оның қазақтың халықтық географиялық терминдер сөздігінде 550-дей атаулар енгізілген. Олардың көпшілігі Алтай тіл әулетінің басқа халықтарында да кездеседі. Бірқатар терминдер халықаралық географиялық терминология жүйесінде де пайдаланады. Енді осы Қоңқашбаев Ғани ағамыздың еңбегінен алынған кейбір термин сөздерге тоқталатын болсақ, мысалы, арқа деп белгілі бір бағытта созылып жатқан жота, аласа, тау сілемін айтады. Мысалы, қандай атауға біз арқа деген сөзді қосып, мысалы, сары арқа деп, адамның арқасына ұқсап, және де өсімдіктері ерте сарғайып кеткеннен кейін оны сарыарқа деп атаған. Сораң конус тәрізді басқалардан биіктігімен ерекшеленетін төбе. Осы сарыарқа тау жоталарында Ақсораң ең биік бөлігі болып есептелінеді. Мысалы, жаңағы конус тәрізді басқаларынан биіктігімен ерекшеленетін төбені айтады екен. Ал қорған бұл ерте кездердегі қамалдар мен бекіністер. Сор деп суы тұзды, таяз, көлшік. Сорды көрсеңіздер, балалар, сор кәдімгідей аппақ тұз шөгіп, аппақ болып жататын шағын көлдер болып есептелінеді. Атырау деген бізде Батыс Қазақстанда облыс, яғни қала бар екен, білесіздер. Атырау өзенінің атырауы. Атырау деген сөз өзеннің суы көлге немесе теңізге құятын кезінде бірнеше тармаққа бөлініп құйылады. Соны біз атырау деп атайды. Енді оқушылар, сіздерге шағын тапсырма, шағын жоба жасасақ. Менің облысымның туристік нысандар топонимс деп. Қазіргі таңда өздеріңіз ізденіп, осындай әртүрлі атаулардың шығу тегіне терең үңілетін болсаңыздар, сізге бұл үлкен бір жетістік болып, яғни бұл жаңа осы әрбір атаудың шығу тарихын біліп, және де оны өз достарыңызға таратсаңыздар, ол да бір үлкен сіздердің ғылымға қосқан бір үлестеріңіз болады деп есептеймін. Сонымен оқушылар, сабағымызды осымен аяқтайық. Сіздерге сәттілік тілеймін.